Мен осы жерде бір ретте де емделуімді кеттім. Мен соған сенімдімін да. Мен бұдан кейін ауырмаймын, оған гарантия беремін. Мен 53 жыл өмір сүремін әлі. Көп рахмет Ахметбек аға. Мына жерден мен алған әсерім 16 түрлі тәсілмен емдеп жатыр қазір. Мен соған ризамын. Шөбере, шөпшек сүйгім келеді. Мен солардың бәрін денсаулығын мықты қылып шығарғым келеді осы Ахметбек ағайдың арқасында. Онкологияны жеңетініме, соны дәлелдейтініме осы Ахметбек ағайдың тәсілдерімен соған сенімдімін өзіме. Тамаша. Любой қазақстандыққа айта аламын, что онкология жазылады деп. Шындығында да иммунитет үшін онкология ол тұмау сияқты. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері 69 шағын мәресіне жетті. Осының ішіндегі ең ақкөңіл, ақсұңқар адамдар жинап отырмын. Ақсұңқар астындағы жемін шашып жейді дейді. Сен де же деп, ал қызғын құс астына басып жейді дейді. Сондықтан адамдармен өзінің алған әсерімен, білімімен, нәтижесімен бөлісейін деген адамдар шақырып отырмын. Соның бірі Көреген деген бауырымыз. Қазір осындай атқа зәру болып қалды. Бәрі тек қана арабқа айналып бара жатырмыз, арабтың атын қойып жатырмыз. Қазақ деген ұлт болған, қазақ деген ата бабамыз болған. Кешегі ғұндар, сақтар, қыпшақтар, көк түріктің ұрпағы емеспіз біз бүгін. Сол қазақ болып тудық па, қазақ болып қалайық. Сондай нағыз қазақтың бірі Көреген бауырымыз. Қай жақтан келдің? Жалағаш, Қызылорда. Қызылордадан. Жас қаншада? 62-де. Вот, менен бір жас. Енді құрдаспыз да, 5 жас белден құрдас деп атады ғой. Қашаннан бері көріпсің және бұл жерге келуге не себеп болды? Мен июнь айында бастап көрдім, жанымен тәнді. Содан бері енді осыны тыңдап жүрмін. Август айында ашық сабаққа келіп кеттім. Көреген бір кеңес айтайын, қазақпыз дедік қой. Июніңіз маусым, августыңыз тамыз. Шілде. Шілде, июль. Шілде. Шілдеде көрдіңіз, тамызда еттіңіз да? Өкінішке қарай қазір айдың атында, күннің атында не болса да біз орысша айтуға әбден дағды болып кеткенбіз. Содан кейін балаларым неге сөйлейді, орысша, немерем неге сөйлейді дейді. Ренжімейсің ғой? Жоқ. Кеттік алайық сарыға. Мен өзім Қызылорда облысы Жалағаш ауданында тұрамын. 16 жылдан бері давлениеме учетта тұрмын. Бірақ сол 16 жылда бір дәрі, бір скорый шақыртқан адам емеспін. Енді бүкіл пожарный біледі мені. Денсаулыққа 16 жылдан бері қарап жүріп, аяқ астынан осы 29 күн болды, онкология болып қалдым. Сол Қызылордада онкология больницасында жатып шықтым. 15 күн бұл жерде химия алдым, гормондар алдым. Сосын 21 күннен кейін маған қайтып келесің деді врачтар. Мен айттым, аға, ренжімеңіз, мен бір жептіде емделетін жер бар, ол Алматыда. Мен сол жерге барып емделемін дедім да, больницадан шығып кеттім, қайтып келмейін деп кеттім ол жерге. Ол жерде биыл мысалы Қазақстан бойынша 2000 жыл 2 мың адам онкологиядан ауырған. 24 жылы 4 миллион болып тұр ол адам. 2030 жылы 8 миллион болады екен. Мен мысалы мынау жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді ғой. Жаманның жамандығын айт, құты қашсын дейді. Мынау жан мен тән орталығын ашқан Ахметбек ағайға мың алғыс. Мен осы жерде бір ретте де емделуімді кеттім. Мен соған сенімдімін да. Мен бұдан кейін ауырмаймын, оған гарантия беремін. Мен 53 жыл өмір сүремін әлі. Бірақ енді көп рахмет Ахметбек аға. Мына жерден мен алған әсерім 16 түрлі тәсілмен емдеп жатыр қазір. Мен соған ризамын. Бұл ағайдың енді білімі шексіз. Мен осыны еліме барып жалғастырып, мен шөбере, шөпшек сүйгім келеді. Мен солардың бәрін денсаулығын мықты қылып шығарғым келеді осы Ахметбек ағайдың арқасында. Міне адамда мақсат болу керек та. Үлкен мақсат. Не үшін бұл аурудан құтылып, не үшін аман қалып, жасың ұзақ болсын дегенде, әшейін ұзақ жасау емес, құзғын сияқты да. Мына немере шөберлерімді дені сау қылсам, ұлтына, халқына, қазақ еліне қызмет істейтін азамат қылып тәрбиелесем деген ұлы мақсат. Сондықтан осы ауруды жеңу керек. Ол ауруды жеңу үшін тыныс алуды күнде бір рет, 2 рет емес көргенде. Автобуста келе жатсың, самолетте отырсың, кезекте тұрсың, жасай беру керек. Өйткені әрбір жасаған сайын
жаңағы онкологияны жеңетін интерлейкин 10 деген мына адамды табиғи дәрі ағза өзі өндіре бастайды. Да? Әрбір тыныс алған сайын ағзаң сілтілене бастайды. Әрбір суық суға түскенде ағза сілтілене бастайды. Ашыққан кезде аутофагия процесі басталады. Да? Мына биенің сүті, түйенің сүті жаңағы онкологияны бірден емдейтін сол. Содан кейін мына көңіл күйді дұрыстау. Да? Көңіл күйді дұрыстағанда кортизол азаяды да дофамин көтеріледі. Онкологияны жеңетін сол. Осының бірде-біреуін дәрігерлер сізге кеңесін беріп айтты ма? Айтқан жоқ, ешқайсысы айтқан жоқ. Мен сол онкология қалай 10 декабрьден түстім. Содан бері сол жерде осы Ахметбек ағайдың тәсілімен мұздай суға 3 мезгіл түсуді үйрендім сол жерде жатып. Үйрендім да үйге шығарды 25 декабрь күні, одан шығардым да 23 декабрьдегі ағымға үлгере алмай қалдым да үйде 5 күн мұздай суға түстім шелекпен. Үстіме су құйып, Порфирий Ивановтың обливание дегенсін бар, сол сияқты осы ағайдың тәсілімен мұздай суға түсіп, осы жаққа келдім. Енді бұл жаққа келіп, 3 мезгіл мұздай суға түсіп жатырмын. Мен енді онкологияны жеңетініме, соны дәлелдейтініме, осы Ахметбек ағайдың тәсілдерімен соған сенімдімін өзіме. Тамаша. Любой қазақстандыққа айта аламын, что онкология жазылады деп. Шындығында да иммунитет үшін онкология ол тұмау сияқты. Иммунитетке бәрібір. Ол ревматоидный артрит па, онкология ма, қант диабеті ма, давление ма, язва ма, иммунитетке ол бәрібір. Иммунитет деген ол жойқын нәрсе. Былай қарасаңыз, ана бомждар жүреді, ана қоқыстан тамақты ішіп, кірсаның ішінде жатады. Неге ауырмайды дегенде иммунитет ұрып тұр оны. Ода уайым, қайғы, қасірет, реніш деген ештеңе жоқ. Ана қасқырларды, басқа түлкіні көрсең өліксе, құрт құжынап жатқан өліксені жейді, ауырмайды. Неге дегенде иммунитеті керемет. Адамдардың иммунитеті түсіп кеткен. Жаңағы комфорттың кеселінен, реніш, уайым, қайғының кеселінен. Сондықтан иммунитет үшін онкология тұмау сияқты. Мысалы, бір қасқыр, болмаса бір мысық онкология болып деген естідіңіз ба? Бір арқар, киік, бұғылар онкология болып жатқан біз естіген жоқсыз. Неге дегенде олардың иммунитеті мықты. Ал адамның иммунитеті әлсіреп қалған. Көреген қанша дегенмен жұмыста жүргенде стресс қой енді, пожарный дегенде, өрт сөндіресің, тәртіп бәрі де соның кеселі осыған апарды деп ойлайсың ба? Жоқ, ол емес, өзім шамалы ойымдадым, балам шамалы бұзықтық істеді. Келінім кетіп қалды, сондайдан болды да бұл. Міне, уайым. Менің де бажам қайтыс болды, неге дегенде ана жалғыз ұлы бар, ана баласы ажырасып кетті, айтпесе денсаулығы мықты болған. 2 жылдың ішінде бітті. Онкология шалды, 2 жылда қайтыс болып кетті. Мен айттым, сол ана уайым. Енді содан бәрін құтылудың тәсілін үйрендің ғой. Иә, үйренdim. Рахмет. Үйрендің ғой, да? Немере бар. Сіздің бар, 7 немерем бар. Соларды кім жеткізеді? Көреген жеткізу керек. Көреген жеткізу керек. Сондықтан бірінші орында не тұр, құндылық? Денсаулық. Бірінші орында денсаулық. Оны тілек айтады жұрт. Бірінші бар денсаулық деп, бірақ ол денсаулыққа ешкім қарамайды. Мен осы ауданда тұрам, 50 мың халқы бар, бірақ стадионға баратын 7 адам бар. Сол 7 үшін мен біреуім, үлкен ағаларым бар, ешкім бармайды. Денсаулық айтады. Бірінші бар денсаулық деп тойда, томалақта айтамыз, бірақ оған ешкім қарамайды. Мен мысалы осы Ахметбек ағайдың арқасында онкология тұмау бірақ жетілік ауру. Түсінген, білмейтін адамға ол өмірлік ауру ғой. Қорқыныш, үрей, страшно. Үреймен ақ өмір бақи сол ауырып кетеді. Міне, осыны тыңдап отырғандарға алатын сабақтарыңыз, инсайт дейді ғой, сабақ. Бұл кісі спортпен айналысқан, артық салмағы жоқ, дұрыс тамақтанған, бірақ уайым. Осының бәрін уайым жоққа шығарып отыр. Сондықтан уайымнан құтылу керек, қайғыдан құтылу керек өткенге, реніштен, ашудан құтылу керек, үрейден құтылу керек. Сол кезде ғана жаңа спорттың саған көмектеседі. Соны түсіндің ғой көреген. Міне осындай мықты адам больницадан болды, қайтып жазылам деп келіп отыр. Мен оған 100% сенімдімін. Өйткені айтқанды бірге бір істейді, адамның иммунитетін жеңбейтін нәрсесі жоқ. Осында 3-ші стадиядан метастазы болып кеткен адамдар қазір космонавт сияқты айтады. Денсаулығым космонавт сияқты барып өткіздім, еш жерім ауырмайды дейді. Бұл аурулы жеңбей мен қоймаймын деп өз-өзіме неттім. Содан кейін бір айдан кейін мен өзіға тексерілді.
күшті, сіздің результатыңыз тамаша екен деді. Чудо болды. Жаңа тек қана онкологияны ғана жеңіп қоймай, мен сол қалай суға түстім, міне дәрі дегенді тіпті мүлдем бір дәрі ішкен емеспін. Жүрегім ауырғаны қойды, суставтарым, тамырларым тартылып ауыратын еді, оның барлығы қойды. Онкологиямен келіп отырмын, бір екі химия бөлген. Бір екі айдың ішінде мен құлан таза ізі де жоқ деп айтты. Құлан таза, да? Масадан құсап бір құлайын деп қалдым ба, бір түрлі болып қалдым. Шынба өтірік па деп. Көрген өзің сияқты замандастарыңа жаңағы кішкене өмірдегі стресс, депрессияға түсіп қалған адамдарға не айтатын едің? Енді денсаулыққа қарау керек. Айтып жатырмын ғой, бірінші бір денсаулыққа ештеме жетпейді. Ақшада денсаулық болса бәрі болады. Ақша да болады, кәсіп те болады, істеймін деген адамға. Мен өзім 12 жылдан бері зейнеткермін. Өртке қарсы қызмет ардагерімін. Бірақ енді денсаулыққа қарап жүріп, сол аяқ астынан осындай. Уайымның кеселі. Сондықтан міне ұстанатын нәрсе, адамға мұрат керек. Міне көргеннің мұраты. Мұраттан кейін құндылық. Құндылығы бірінші орында. Дүние күйіп кетсе де денсаулыққа назар аударам. Сондықтан мен ренжімеймін, уайымдамаймын, арақ темекі тартпаймын деген сияқты. Содан кейін сенім. Қандай сенім орнады? Сенім енді денсаулыққа қарап, химия пайдаланбай өлтіреді, табиғат емдейді. Сенім пайда болды ма? Достасқаның, аурумен қоштасқаның дейді ғой. Енді одан кейін мынау мұрат, құндылық, бірінші орын денсаулық, сенім. Адам жасағанда адам жасайды, химия олайды, табиғат емдейді. Енді ұстаным ешкімге ренжімеу, ешкім екенін уайымдамау, ештеңеге қайғырмау. Солай ма? Ешкімге ашуланбау. Әркім адам бәрі бірдей болатын мүмкін емес та ондай. Ешкімді тәрбиелей алмайсың. Ешкім тәрбиелей алмайды. Ешкім сенің айтқаныңдай ешкім істей алмайды. Ондай болмағанда асфальт жол сияқты ондай өмір жоқ. Сол ұстаным бекіді ме? Бекіді. Сол бекісе уайым кетті деген сөз. Болды. Енді иммунитет қалпына келеді, денсаулық та қалпына келеді. Жақсы ма? Рахмет. Міне, бұл кісінің алла қаласа алда барғаннан кейін, 3 айдан кейін, 6 айдан кейін менімен жеке хабарласып тұр. Біз онкологиямен ауырғандарға бөлек чат ашып қойғанбыз. 3 айдан кейін міне менде із жоқ. 3 айдан кейін із жоқ. Бардым, УЗИ-ға түстім, МРТ-ға түстім, шланг жұттым, қалай болса да, міне онкология із жоқ дейтін сұхбатын мен сіздерге шығаруға уәде беремін. Солай ма? Жақсы. Ахмет Багайдың командасына істеп жатқан қызметкерлердің бәріне жұмыста абырой, кәсіптеріне береке берсін. Семьяда бақытты өмір сүріп, аңсаған армандарына жетсін. Міне, көрген бауырымызға ұзақ өмір тілеп, немере шөберелерін тәрбиелейтін өзінің алға қойған мұрат мақсатына қолын жеткізсін деп лайк қойып, тілек тілеп, комментарий қойып, және де осылай онкологиямен ауырған адамдарға тарата жүріңіздер.